Келіннің біріншісі қайда кетті? Келіннің бірінші некеден баласы болса, балаға екінші некеден енесі күн бермесе, балаға екінші некедегі енесі күн бермесе не істеу керек? Сол үшін бірінші некеден баласы барлар шариғат бойынша әбден үйренісіп алғанша бала нағашының қолында болсын деп үкім осы жерден келіп шығады. Шариғатта екінші күйеуге шығатын келін, егер оның бірінші некеден баласы болса, сол екінші қосылған әулетпенен пока үйренісіп, екінші еріменен ортақ келгенше, орта түзелгенше, ана бала нағашының қолында болсын дейді. Сол нағаштары қарап берсін біраз уақыт дейді. Содан кейін мына кісімен ажыраспайтындай бір-бірімен үйренісіп жақсы болғаннан кейін баланы алып келсе болады. Ал енді мына жақтағылар түртпектей беретін болса, өзі сіз не күтіп едіңіз? Әркімнің баласы өзіне, ол солай болады. Ол өмір оны. Мына өз көйлегің өз денеңе жақын болады. Даже ол олай түртпесе де, сіздің балаңызға бүйтіп қабағымен қарағаны сен жүрегің теседі. Имам Бахауаддиннен сұраған екен, әйел неше түрлі болады деді? Әйел 3 түрлі болады деді. Бірінші әйел 100% сенікі деді. Екінші әйел бар, жартысы сенікі деді. Үшінші әйел бар, сенің әйелің емес деді. Бұл қалай деп еді? Қыздайынан, жастайынан үйленген әйел ол 100% сенікі болады деді. Бір күйеуге барып шыққан әйел жартылай сенікі болады деді. Ойланып жүреді, ана былай істеп жүреді, мына былай істеді. Мына күйеуім мынандай еді, мына қатыным мынандай еді, мына қатыным мынандай еді деп салыстырады да жүреді. Үшінші әйел сенікі емес дегені бала сенікі емес. Ол баласымен алсаң, бала менен күйеудің ортасында елпеттеп, кебелектеп, көбелек сияқты үшіп жүріп, не күйеу бола, әйел боламайды, не ана боламайды, сонда қиналатын жағдайын сен біздің ата-бабамыз баяғыдан айтып қойған. Сондықтан сіз соған дайын болуыңыз керек еді. Ол солай болады да. Енді ол болмайтындар адамдар жақсы, ол басқа адам болу керек. Бірақ енді адам болғаннан кейін сондай болады. Соған дайын болыңыз.